Мен бүгін бір жанға гүл алып келе жатырмын. Қазір осындай болып кетті. Андай бір өлеңмен айтып берсем ба деп жатырмын ше. Мен бүгін саған гүл алып барам, үй жағыңа қандай Мәгіз сізге. Осылай досымыздың видеосын поддержка жасамаса кімге жасаймыз? Иә. Рахмет сізге. Оғаш жоқ айналайын. Гүлімді өзім алып келатқаным ше десеге. Өлдірмей алып кел деді. Өліп қалмасын гүлің деді. Солай алып келдім. Бәрін айтса? Бәрін айтса. Нонидың тупит еткенін бәрін айт. Не деп тупит ет? Ұрсыңдар еді. Сен бай айт, төбелесің. Өткен жолы мен 8 наурыз қарсаңында құрбым Әсел Жұтаеваның өлең жолдарын оқыған едім. Керемет, кері байланыс алдым. Қаралым жағынан да, пікір жағынан да, репост жағынан да. Бүгін тағы да бір өлең жолдарын жүктедім. Көңілдеріңізден шықса, қараңыздар, көріңіздер. Репост жасап жатқандарды көрдім. Сол сіздерден сұрайын дегенім, сіздерге ол нәрсе ұнай ма, ұнамай ма? Ары қарай оқиын ба, оқымайын ба? Негізінде маған сондай бір шығарма таңдау өте қиын, еткені мен ол шығарманың бір мән мағынасы болғанын қалаймын ғой. Бір жай кейде орыс тілінде оқығым келіп кетеді, бірақ ай деп бастайсыздар ғой, неге орысша деп. Мамамыз Өскеменде, үйдегілерде товармен арпалысу процесі болып жатыр, жұмыс қызу, жақында бізде сырға салу, я. Негізінде мен өзім ойлағам, өзіме келген кезде сондай бір той, жиын дегенді аса ұнатпаймын деп. Бірақ іс жүзіне келген кезде ол өте керемет эмоция, әсер сыйлайтынын енді түсініп жатырмын. Сондықтан да жас қыздар біз жастықпен айта береді екенбіз, бірақ бұндай дүниелер бізге керек, естелік үшін, өзіңді басқаша сезіну үшін, барлық процесті проживать ету үшін. Бірақ негізінде бұл іс-шаралардың да ішінде түрлі процесстер бар. Мен түсінбейтін мысал. Енді ол бұрыннан, атам заманнан келе жатқан дүниелер ғой. Үлкендер жағы ол дүниені қатты жақсы көреді, жастар жағы ол дүниені біз түсіне бермейміз деген сияқты. Бірақ ол үлкен кісілердің өз кайфы, ол кайфты бұзбау керекпіз. Сол, ал мен өзім қазір былай бір күшті андай балқыған көңіл күйде жүргенім бар. Бар енді ондай бар. Сондықтан қыздар, бұның барлығы дұрыс екен. Ассалаумағалейкум, құрметті достар, баршаларыңызға қайырлы күн, бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Осыдан алдыңғы стористардың барлығында сен не серьезный болып өткенсің, не салып кеттің деп жатсыздар. Бір серьезный болып сторисқа шықсам, нақып серьезный болып қалғансың деген сияқты әңгімелер айтасыздар. Енді не істейін, енді адамға ештеңе жақпайды. Сол себепті мен өзім қандаймын өмірде. 2 сағаттан көңіл күйім қандай болады, сондай сторисқа шығамын. Жаман болса жаман сторис, жақсы болса жақсы сториске шығамын. Сол үшін қатты сөйге көрмеңіздер. Ал мен қазір шаруалармен, жұмыстармен жүрмін. Шүкір, ауа райы деген өте керемет, жақсы. Бұйыртса алдағы уақытта өте керемет, жақсы жаңалықтар болады. Менен бірге болыңыздар, менің оқырмандарым. Я вас люблю. Еще раз всем привет, добрый день. Сегодня утро слишком доброе, даже если я не выспалась. Нам сегодня одобрили визу в Китай. Вот, можете поздравить. Мы с девочками, с нашей командой Буйруса через неделю улетаем. Қайырлы күн баршаларыңызға. Осындай Алматының погодасынан қараңыздаршы. Бізде погода күшті болып тұр енді деген. Біз, в общем, бүгін папамыздың артымыздан шықтық, папасы. Біз де барамыз деп үй жаққа бара жатырмыз. Просто мебельдердің установкасы полный қойыпты, бітті. Соны енді мен түстерін жобай көргім келіп тұр. Соған қарап пердені таңдаймын, жаңағы майда шүйдерді таңдай беремін деген ғой. Вот. Қазір көретін боламыз. Бұйырса енді бір апталық жұмыс қалды. Максимум бір апталық, Алла қаласа. Содан үйімізге көшіп барамыз. Жаяулатып бара жатырмыз разминкамызге. Йо, достар, не деген эмоцияға толы футбол болды мынау. Прям бычт болып кеттік қой, құрсын қанша. Дополнительно ойнады. Серия пенальти болды. В общем, Атлетика тоже жақсы ойнады, бірақ Алла Мадрид. С победой мадридистой. Келгеніміз видео түсіреміз. Қорқпа, мен қасыма тұр. Ұрып қорқытып Жаңа мақыл ғой дейме?
Алтын Тұрмайды ғой мынау. Ой. Тұрсай, андай ой дегенше. Это бөлекше. Ой. Ой. Иногда күшті видео түсірейін десеңіз, осында освещение жетпейтін жерлерде онша емес болып шығады. Бұның барлығы негізі дұрыстауға болады. Саптырған лампаны қолдансаңыз, кез келген жерде ешқандай освещениеге қарамай, осындай әдемі видео түсіре бере аласыздар. Құрметті оқырмандар, біздің келесі 2023 жылғы мисс қосылайық. Мөлдір, қалайсыз? Жақсы, рахмет, өзіңіз қалайсыз? Көңіл күйіңіз қалай, күшті ма? Өте керемет, шынымен де жаңа айтып кеткендей, тек қана қыздар емес, бізде де қобалжу болып тұр. Қай қыз алар екен деген сияқты ой бізде де болып тұр. Я, енді сіздер де сол сезімді бастан кешірдіңіздер, я, тұрдыңыздар, кім, мен болам ба, жоқ па деген сияқты. Бірақ мен ойлаймын, бұл жерде ең жеңімпаз, жеңілісті қабылдай алатын қыз деп ойлаймын. Сынып кетпейтін. Сынып кетпейтін болатын болса, ол кезде сол біз жеңімпаз. Я, ренжіп, өкпелеп, өмір бақи көрінбей кетпейтін, я. Сыртқа шығып кет, сіздерді сыртқа жібермеу керек екен. Қалай? Сыртқа шығып кеткеннен кейін, қазір басыңыз бос болып қалды деп естіп жатырмын. Жоқ, қайта халық айтқан кезде көз тиді ау. 30 секунд жиналған қатысушылар 30 секунд. Сөз бар, көз бар, я. Құрметті оқырмандар, біздің студияда Мисс 2022 Гүлназым. Қалайсыз, көңіл күйіңіз қалай? Сағынып қалдыңыз. Біраз болды, я, келмегеніңізге? Әсіресе сіздің де келіп түсірген. Қандай жаңалығыңыз бар, қандай жеке өміріңізде қандай жаңалық бар? Тып-тыныш. Туған күніңізде кішкене пранк болды ма? Соны айтады екенсің. Ол интрига ғой. Иә. Просто бір қыздар солай жасайық деп идеядан идея туып сөйтіп жасап жүргенбіз. Негізі басыңыз бос. Минута осталось, минута. Иә, осындай әдемі қыз әлі ешкімге бермепті жігіттер. Біздің, иә, көріп отырсаңыздар міндетті түрде біздің мисс қызға үміткер болып келе алмайсыздар, бірақ енді көріңіздер. Иә, өмірде үміткер болып көріңіздер. Берем деп шештім. Мүмкіндік беремін дейді. Жасым себебі десеңші. Бірақ жасы 18-де ойнап айтам. Джулия, қалайсыз? Көңіл күйіңіз қалай? Жағдайыңыз қалай? Ғажап көңіл күй. Күн мисс қосылай 2025-ке келіп қалдық. Шақыртуларыңызға көп рахмет. Мисстің кім екенін хабарлауға дайынсыз? Енді өте қобалжулы сәт. Шынымен, бірақ Алланың қалауы бірінші және де көрерменнің таңдауы. Ең бастысы көтере алатын сондай қызға бұйырсын деп ойлаймын. Өзіңіздің өміріңізде не жаңалық? Қайда жүрсіз? Өмірімде қазір мамандығым бойынша мемлекеттік қызметте әнші болып жұмыс жасаймын. Одан бөлек барлық жаңалықтар жеке өміріме қатысты Инстаграмда. Иә, өз жеке парақшаңызда. Так что тіркеліп алыңыздар и барлығын көресіздер. Иә, әдеттегідей өзінің әнімен келіп әнін шырқап берді. Сол әнін айтып жүрген жайы бар екен біздің 2024 жылғы мисстің.